Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен хит боп жатырған хожелі мантыны дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Алдымен мантының қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы су, 2 ас қасық сұйық май, тұз, барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Және де қажетіне қарай ұн қосып, қаттылау кәдімгі мантының қамырын илейміз. Бізде осындай қаттылау қамыр пайда болды. Оны 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Бұл уақыт аралығында біз начинкасын дайындап аламыз. Начинкасына міндетті түрде фарш. Фарш бұл мантыға аздау кетеді. Өз қалауларыңызға байланысты дайындасаңыздар болады. Мен картошка мен пиязды ұсақтап көбіктеп турап, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырдым. Құйрық май болса, құйрық май қоссаңыздар да болады. Мантыңыз дәмді шығады. Сонымен қатар начинкасы сочный болып шығу үшін кішкене су қосып жібердім. Он 15 минут тынып тұрған қамырды 2 бөлікке бөліп, 2 күлше дайындап алып, әр күлшені ұнның көмегімен жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырды жұқа етіп жайып болған соң 18-де 18 немесе 20-да 20 шаршы болатындай осы көлемде үлкен шаршыларға бөліп шығамыз. Кесіп дайындап алған шаршыларымызды тағы да оқтаудың көмегімен жұқа етіп жаямыз. Мантының начинкасын видеода көрсетілгендей жайып орналастырамыз. Дайын болған мантыларымызды майлап, мантоварканың листіне орналастырамыз және де 45 минутта пісіріп аламыз. Манты пісіп жатырған уақытта біз подливасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сұйық май, пияз және де сәбіз қажет болады. Сәбізді осындай үккіштен өткізіп қосамыз. Пияз бен сәбізді араластыра отырып 2-3 минуттай қуырамыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш және де 1 ас қасық томат пастасын қосып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Одан кейін үстіне кішкене су құйып 5 минуттай қайнатып аламыз. Мінекей бізде хожелі манты дайын болды. Қалауыңызға байланысты тарелкаға орналастырып, ас көктермен, ақ желкенмен, подливасымен дастарханға ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, өте дәмді болып шығады.